Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін біз бірінші сынып ана тілі пәнінің бірінші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет? Балалар, сөйлеу қарым-қатынас құралы болып саналады. Біз сөйлеу арқылы сұрақ қоя алады екенбіз, біреудің сұрағына жауап бере алады екенбіз. Сонымен қатар түрлі ақпараттарды жеткізіп біле алады екенбіз. Балалар, біздің сөйлеуіміз тек қана айту мен тыңдаудан ғана емес, жазу мен оқудан тұрады екен балалар. Қазір интернет қолжетімді болғандықтан біз алыстағы, тіпті шет елде тұратын туған туыстарымызбен, достарымызбен хат алмасу арқылы, яғни хат жазу арқылы хабар алмасады екенбіз. Интернет болмай тұрған кездерде адамдар кәдімгі қағазға қаламмен хат жазып, бір-біріне сұрақтарын қойып, немесе өзіндегі жаңалықтармен бөлісіп, солай бір-бірімен хат алмасып, хабар алмасып отырған екен балалар. Ендеше балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара, оқы. Балалар, қанекей суретке қарақшы, біз суреттен не көріп тұрмыз? Суреттен қандай жыл мезгілін байқауға болады? Дұрыс айтасыңдар балалар, суреттен қыс мезгілін байқауымызға болады, бір жылда 4 жыл мезгілі болады екен. Олар қыс мезгілі, көктем мезгілі, көктемнен кейін жаз келеді, жаздан кейін күз келеді. Осылайша күзден кейін қайтадан қыс, осылай жыл сайын ауысып 4 мезгіл келіп отырады екен балалар. Қыс мезгілі екенін қайдан білеміз? Жердегі аппақ қардан, талдардағы қарлардан, шатырдағы қардан біле алады екенбіз. Сонымен қатар балалар қыстық киімді киіп жүр. Бастарында телпек, қолдарында қолқап, және де аяқтарында қалың етік бар екен. Сонымен қатар қандай жануарларды қарап көріп тұрмыз? Сиыр, жылқы, сонымен қатар күшік. Бұл жануарлар үй жануары ма, жабайы жануарлар ма? Дұрыс айтасыңдар, бұл жануарлар үй жануары. Үй жануары дегеніміз адамдар қолға үйретіп, өз үйлерінде, өз үйлерінің ауласында өсіретін жануарлар үй жануарлары деп аталады екен. Және де қандай құсты көріп тұрмыз? Бұл құстың аты қандай? Сауысқан деп аталады. Сауысқан саңқылдайды. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бұл суреттің астындағы мәтінді оқып шығайық. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет. Ендеше мәтіннің астындағы сұраққа назар аударайық. Сөйлеу не үшін қажет? Балалар, сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет екен. Керегімізді сұрап алу үшін қажет екен. Мысалы, дүкенге барып су сұрау үшін біз не істейміз? Дүкеншімен сөйлесеміз, немесе бір жерде адасып қалсақ, не істейміз? Сол жердегі адамдардан жол сұраймыз. Мінекей біз адамдармен сөйлесу арқылы бір-бірімізді түсінеді екенбіз. Балалар, естеріңе сақтаңдар. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады екен балалар. Ендеше келесі екінші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді түсініп оқы дейді. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан жануар. Бүркіт барыс қасқырда, даусынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Бұл өлеңнің авторы Несіпбек Айтұлы екен. Балалар, ендеше өлеңнің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің?
жан-жануарлар сөйлей ала ма дейді. Балалар, алғашқы мәтінде оқығандай, сөйлеу адамға ғана тән екен балалар. Жан-жануарлар сөйлей алмайды екен. Олар жай ғана дыбыс шығарады екен. Мысалы, мысық мияулайды, ит үреді немесе ырылдайды, сауысқан саңқылдайды, сиыр мөңірейді деген сияқты өздеріне тән дыбысты ғана шығара алады екен балалар, ал өз тілінде сөйлейді деген қалай түсінесің? Балалар, әрбір жан-жануардың, құстардың, жәндіктердің өздеріне ғана тән, өздері ғана түсінетін тілдері болады екен. Мысалы, иттердің ырылдасуы, мысықтардың мияулауы, немесе сиырлардың мөңіреуі деген сияқты. Яғни оларды адамдар түсінбесе де, олар бір-бірін сол дыбыстар арқылы түсінеді екен. Ендеше балалар, келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Көркем жаз дейді. Балалар, ең бірінші мына өлең жолдарын оқып шығайық. Әлденен ананың үйрен ана тіліңді дейді. Балалар, көркем жазу үшін біз денемізді тік ұстап, дәптерімізді қиғаш қоямыз. Балақай, өлең жолындағы әрбір тыныс белгілеріне қай әріп бас әріппен, қай әріп кішкентай әріппен жазылып тұрғанына жақсылап назар аудар. Сол кезде міндетті түрде қатесіз ұқыпты жазатын боласың. Олай болса, қанекей үшінші жаттығуды көркем түрде көшіріп жазамыз. Балалар, үшінші жаттығуды дәптерлеріңе жазып болғанша видеоны паузаға, яғни тоқтатып қоюларыңа болады. Көшіріп жазғаннан кейін барып, қайтадан видеоны қосып, тапсырмаларды орындай береміз. Жазып болсаңдар балалар, төртінші жаттығуға кезек берейік. Бұл жаттығуда бізден сәйкестендіруді өтініп тұр екен. Ендеше бір оқып шығайық. Қарқылдайтын не, қаңқылдайтын не, шиқылдайтын не, ырылдайтын не дейді. Ал мына суреттерге назар аударайық. Бұл суретте күшік, қаз, торғай және қарға сияқты үш түрлі құс және бір үй жануары бейнеленген екен. Ендеше біз бұлардың шығаратын дыбыстарын табуымыз керек екен. Қарқылдайтын не дейді? Бұл жерде қай жануар немесе құс қарқылдайды? Қарға қарқылдайды. Ендеше қарғамен сәйкестендіретін боламыз. Міне, қарғамен сәйкестендірдік. Қаңқылдайтын не дейді? Қане балалар, ойланайықшы. Күшік қаңқылдай ма? Жоқ, күшік қаңқылдамайды. Торғай қаңқылдай ма екен? Жоқ, торғай өте кішкентай, ол өте нәзік дауыс шығарады екен. Демек, қаз қаңқылдайды, қаздар қаңқылдады деп жатамыз. Ендеше қаңқылдайдыны қазбен сәйкестендіреміз. Енді үшіншісіне көңіл аударайық. Шиқылдайтын не? Шиқылдайтын әрине торғай екен. Ырылдайтын не? Ырылдайтын күшік екен. Күшіктер ырылдайды, үреді, осындай дыбыстар шығарады екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінге осымен біздің бірінші сабағымызды аяқтадық. Келесі кездескенше сау болыңдар. Менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Себебі алдағы уақытта сендер үшін өте пайдалы видеолар көп шығатын болады.